Сәлем достар, қыс мезгіліне арналған лечо жабуды бастаймыз. Ол үшін қазанға жарты литрдей сұйық май құямыз. Алауға қойып, май қызимын дегенше 5-6 дана пиязымызды турап аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне осы пияздарымызды салып, қызыл етіп қуырып аламыз. Пиязымыз қуырыламын дегенше біздер сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Ұзыншақ етіп өткізсек, әдемі көрінеді. Сонан соң артынан тәтті болгарларды жақсылап жуып тураймыз. Ірі етіп турасақ болады. Егер сіздерде түрлі түсті болгарскийлер бар болса, қызыл, жасыл, сары қылып қосуға болады. Менде бір ғана түрі бар, себебі менің бақшамда өсетіні осы бір-ақ түрі еді. Сонан соң артынан қызанақтарымызды да жуып, төртке бөліп турап аламыз. Ет өткізгіштен өтуге қиналмас үшін мен сулы помидорды алдым. Олардың барлығын мясорубкадан өткіземіз ет өткізгіштен. Мінекей пиязымыз жақсылап қып-қызыл болып қуырылды. Оның үстіне болгарскийді, артынан сәбізімізді, оның артынан помидор, қызанақ сусынын қосамыз. Олардың барлығы жақсылап пісіп боламын дегенше біз ас көктерімізді, чесноктарымызды және де лечоға салатын фасоль я болмаса жандуды қосуға болады. Мен фасольдің орнына жандуды алдым. Ескертетін жайт, осы көкөністерімізді, чесноктарымызды және жанду, тоз бұрыш, барлық қосатын қоспаларымызды лечомыз соңына таяп қалған кезде, яғни даяр болуына 20-25 минут қалған кезде ғана саламыз. Я болмаса біздің көкөністеріміздің иісі, дәмі барлығы да езіліп пісіп кетеді. Мінекей біздің лечомыз уже дайын. Банкаларға құйып, жауа беруімізге де болады. Банкаларыңызды алдын ала стерилдеп алуға да болады. Бөлек ыдысқа су қайнатып, банкаларды соған төңкеріп тұрып, стерилизовать етіп аламыз. Барлық банканы 2-3 минутқа қойып. Банкамызға құйып болған соң, әр банкаға шай қасықтың ұшымен уксус салып отырамыз, көп қоспаймыз.